Енді өңірдің шаруа қожалықтары күн райының құбылуын алдын ала анықтай алады. Бұл егін оруда, жер жыртуда, шөп шабуда тез қамдануға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығы басқармасында өткен алқалы жиында жаңа жобаның таныстырылымы болып, Қазгидромет кәсіпорны мен облыс әкімдігі арасында меморандумға қол қойылды. Агрометеорологиялық мониторинг пен болжаудың тың жобасы бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында іске асып, оң нәтиже берген еді. Енді міне оның игілігін өңір шаруалары да көрмек. Фермерлер ауа райындағы өзгерістермен бірге өз алқаптарының, ондағы дақылдардың жай-күйі туралы уақытылы ақпарат алып отырады. Та работа, которая и те прогнозы, и те... Қазіргі кезде ауа райы болжамы ауыл шаруашылығын дамытуда маңызды орын алады. Мәселен, көктемгі далалық жұмыстарды алсақ, бұл жерде жер жыртып, дән себуге күн райы, топырақтың температурасы, жауын-шашынның мөлшері елеулі әсер етеді. Ал бұлар туралы нақты ақпаратты Қазгидромет бере алады. Сондай-ақ егінді жинауға келгенде де желдің жылдамдығы, ауаның ылғалдылығы, жауын-шашын мөлшері туралы мәліметтермен қамти аламыз. Әрі 5-тен 10 күнге дейін болжам жасалады. Қазгидрометтен түскен мәліметтер дер кезінде далалық жұмыстарды жүргізіп, дән себуге, зиянкестермен күресуге мүмкіндік береді. Болжамдар НАСА және Еуропалық ғарыш агенттігі түсірген суреттердің есебінен жасалады. Әрі ауыл шаруашылығы алқаптарындағы проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді. Ол Қазгидромет тарапынан берілген ұсыныс, ол бір жылдық ақысыз түрде шаруашылықтарды ақпаратпен қамтамасыз ету. Сосын бір жылдан кейін шаруашылықтар өзі шешеді. Ол ондай ақпарат пайдасы бар ма, пайдасы жоқ па, қандай жақсы ықпалын тигізді ме, әлде ешқандай өзгерістер болған емес па. Жаңа қызмет көңілден шықса, шаруалар республикалық кәсіпорынның облыстық филиалымен келісімшартқа отыруына болады. Жиын қорытындысында агрометеорологиялық мониторинг пен болжауды дамыту бойынша Қазгидромет пен облыс әкімдігі арасында меморандумға қол қойылды. Рауан Дәли, Ербол Меңдіғалиев, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.